Сәлем достар, бүгін біз сіздермен мұрынның жиі қанауы туралы айтатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Мұрынның қанауы жиі кездесетін жағдай, бірақ ол тек жарақат алғаннан қанамайды. Басқа да себептерден мұрынның қанауы мүмкін. Егер мұрын жиі немесе көп қанаса, дәрігерге көріну керек. Мұрын қанауының 12 себебін ұсынатын боламыз. Мұрын қуысы проблемалары. Аллергетиктерде мұрыннан қан кету сирек кездесетін жағдай емес. Аллергия белгілерінің бірі шырышты қабықтың құрғауы. Соның себебінен мұрын қуысы тітіркеніп, қан кетеді. Сондай-ақ аллергия кезінде жиі қолданылатын мұрын тамшылары құрғақтыққа алып келеді. Жиі сіңбіреуден және шырыштың көп болуынан да мұрын қуысынан қан кетуі мүмкін. Жоғарғы қан қысымы. Қан қысымы қатты жоғарғы болған кезде қандағы эритроциттер дұрыс жұмыс істемейді. Ал созылмалы гипотония кезінде маңызды органдарға және бұлшықет тіндеріне қанның құйылуы нашарлай түседі. Қан тамырларының қабырғалары әлсірейді, ал ол қан кетуге алып келеді. Келесі, тітіркендіруші заттарды ескеу. Сізде аллергия болмаса да түрлі тітіркендіргіштерге реакция ретінде мұрныңыз қанауы мүмкін. Мысалы, ыстық бу, сілтілер, ағартқыш немесе хлор. Бұндай заттардың буын жұтқанда, олар мұрынның құрғауына әкелуі мүмкін. Нәтижесінде мұрыннан қан ағады. Кейде дәмдеуіштер немесе басқа да күшті иістер көп жерге жақын отсаңыз да осындай салдар болуы мүмкін. Келесі, созылмалы ауру. Қан ұйғыштығын бұзатын ауру жиі мұрын қанауының себебі болады. Оларға бүйрек патологиясы, бауыр аурулары және ішімдікке салыну жатады. Жүрек жеткіліксіздігі кезінде де мұрыннан жиі қан кетуі мүмкін. Ол бас аурумен, демікпе және мазасыздықпен бірге жүреді. Мұрынға басқа заттың кіріп кетуі. Егер мұрынға бірдеңе кіріп кетсе, ол мұрын қанауының себебі бола алады. Бұл жағдай көбінесе кішкентай балаларда кездеседі. Бұл жерде мұрынға кіріп кеткен заттың мөлшері маңызды емес. Тіпті кішкентай деталь немесе ластықтың өзі мұрын қуысындағы қан тамырларды зақымдай алады. Келесі, қанды сұйылтатын дәрілер. Қанды сұйылтатын дәрілер мұрынды қанатып, жағдайды қиындатуы мүмкін. Мұндай дәрілерге қан ұйығы түзілуінің алдын алатын антикоагулянттар, ми қан айналымының бұзылуы кезінде ішетін антиагреганттар жатады. Сондай-ақ, кей адамдардың аспирин ішкенде мұрыны қанайды. Мұрын ара қабырғасының қисаюы. Мұрын ара қабырғасы өзгеріске ұшыраса, тыныс алу жүйесінің көптеген функциялары бұзылады. Мұрынның шырышты қабығы шығыңқы келетін жері жұқаруы мүмкін. Ол тітіркендіргіштерге әдеттегіден сезімтал бола түседі де, оған кішкентай әсердің өзі қанның ағуына ықпал етеді. Келесі, құрғақ ауа. Құрғақ климат немесе біз ұзақ отырған бөлмедегі ыстық ауа мұрыннан қан кетуге алып келуі мүмкін. Олар мұрын шырыш астысын тітіркендіреді, онда қышитын қабықшалар пайда болады. Ал механикалық әсерден ол қанайды. Келесі, Рандю-Вебера-Ослера синдромы. Бұл патологиясы бар адамдарда бүкіл денесінде, сондай-ақ мұрын қабырғасындағы ұсақ қан тамырлар кеңейіп кетеді. Бұл сирек кездесетін тұқым қуалайтын ауру. Бұл синдром кезінде мұрынның шырышты қабырғасының аздап зақымдануы қан кетуге себеп болады. Және де дене температурасының бірден көтерілуі, мұрыннан қан ағу, күн тию белгілерінің бірі. Сондай-ақ, ол тұмаудың себебінен дене температурасының көтерілуі кезінде де қанайды. Гормонды фонның өзгеруі. Ағзадағы гормондар деңгейі өзгерсе, мұрыннан қан кетуі мүмкін. Бұл жағдайда көбінесе жүкті әйелдер жолығады. Сондай-ақ ол еттеккір үзілісі және жасөспірімдерде жыныстық жетілу кезінде орын алуы мүмкін. Және де С дәруменінің және кальцийдің жетіспеушілігі. Ағзадағы дәрумендер жетіспеген кезде мұрыннан жиі қан кетуі мүмкін. Бұл біздің қан тамырларға С дәрумендерінің кальцийдің тікелей әсерлерімен байланысты.
Егерде микроэлементтер жетіспесе, қан тамырлар жіңішке әрі сынғыш бола түседі де, кішкентай әсердің өзінен қанайды. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егерде видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.